Қайырлы күн достар, көп майды қажет етпейтін, жасалу жолы өте оңай, фри жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен картопты тазалап, жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Бөлшектерге бөліп, видеодағыдай барлығын турап шығамыз. Және салфеткамен немесе құрғақ орамалмен құрғататын боламыз. Барлығын осылай турап, құрғатып, ыдысқа саламыз. Және сұйық майға паприка, тұз саламыз. Паприканы көп салып жіберуге болмайды. Жақсылап араластырып, барлығын фриге құйып және араластыратын боламыз. Міне фри дайын, пісіре берсек болады. Барлығын тапаға орналастырып, алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Картофельный фри пісіп дайын болды. Өте дәмді, қатты майлы емес. Сіз де жасап, балапандарыңызды қуантып қойыңыз. Ас болсын. Каналыма тіркеліп кетіңіз. Әлі де көптеген оригинал рецепттермен бөлісетін боламын.